Қайырлы кеш достар. Бүгін ашыған қамырдан манты жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ол үшін алдымен қамырымызды ашытқы қосып илеп аламыз. Суымызға тұзымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Тым қатты қылмаймыз қамырымызды. Қолға қатты жабыспайтындай жұмсақтықта болады. Сұйық майды жағып, ұнымызды 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Мен фаршты қолдандым. Етті турап жасасаңыздар да болады. Дайындап алған сарымсақ, қара бұрыш, 3 ас қасықтай сұйық май. Қалауыңызша картоп немесе асқабақ қоссаңыз болады. Қамырымыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Ұсақтау қылып кескендеріңіз дұрыс болады. Ашыған қамыр болғаннан кейін көтеріледі піскен кезде. Қамырымызды осылай біркелкі қылып жазып аламыз. Шетін жұқа қылып, ортасын сәл қалыңдау қылып жайсаңыздар жақсы. Шет-шетін айландырып жайып шықсаңыз. Енді түйеміз салмамызды салып, осылай бір шетінен бас бармақтың көмегімен түйіп шығамыз. Өте жеңіл. Бір қолымызбен көмектесіп осылай түйіп шығамыз барлығын. Өте жұқа аламыз шетін. Қамырыңызды сәл қалыңдау жайсаңыз да болады, қалауыңызша. Барлығын осылай түйіп аламыз. Қасқанымызға салып, қайнап тұрған суға жарты сағатқа пісіріп аламыз. Мантымыз дайын. Жұмсақ болып пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын.